Саламатсыздар ма оқушылар, алтын адамның қалай табылғандығы туралы мәлімет беретін боламын. Сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықта Орта Азия мен Қазақстан, Шығыс Түркістан аумағын мекен еткен ежелгі тайпа. Олар қуатты тайпалық одақтары массагеттер, исседондар, аландар, каспийлер, сарматтардан тұрған. Алтын адам 1970 жылдарының басында Есік қорғанында Сақтар тайпасының жас көсемінің зираты табылды. Дәлірек айтқанда, Алматы облысы, Есік қаласының солтүстігіндегі Есік өзенінің сол жақ жағалауындағы темір дәуірінен сақталған Сақ обасынан табылған алтын киімді Сақ жауынгерінің мүрдесі 1969-1970 жылдары археолог тапқан. Алтын адам киімі 4000-ға жуық алтын әшекейлермен безендірілген. Әшекейлер барыс, бұлан, таутеке, арқар, ат, түрлі құс бейнелерін беретін хайуанат нақышында жасалған. Бас сүйектің сол жағынан жақұт тастармен әшекейленген алтын сырға табылды. Бас киімі кейінгі қазақ киім үлгілеріне ұқсас, биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 см шамасында, мойнында дөңгелек жүзік сияқты алтын алқа, іш көйлегі, көкірегінің тұсы, жең алтын тоғалармен өрнектелген, саусағында 2 алтын жүзік, камзолы құрастырылмалы ауыр белбеумен буылған, белбеуге аңға ұқсас бейнелер, 16 тоға жапсырылған, оң жағында қызыл қынапты ұзын семсер, сол жағында алтын пластиналар жапсырылған, қынға салынған темір қанжар, ақинақ, шалбар балағыда алтын тоғалармен әшекейленген. Қорған қазбалар Қазақстанды 5 ғасырда мекен еткен ежелгі тайпалардың мәдениеті, өнері, діні жайлы құнды деректер берді. Киім үлгісі, жерлеу рәсімі, алтын адамның жетісу жерін мекендеген Сақтардың көрнекті елбасының ұлы немесе жас көсем, әскербасы екенін айқын көрсетеді. Көне дәуірдегі материалдық мәдениет, өнер, мифология, тағы да басқа салалардан мол дерек беретін алтын адам сол кездегі Сақтарда мемлекеттік өркениет ертеден қалыптасқанын дәлелдейді. Алтын адам Қазақстанның азаттық символына айналды. Оның тұлғасы Алматының бас алаңына орнатылды. Төбе бөркіндегі қанатты тұлпарлар бейнесі елтаңбамызға енді.